Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Киттер мен дельфиндерді көру үшін Калифорния штаты Ньюпорт Бич деген жерге келдік. Бұл қаланың негізі сонау 1906 жылы қаланған. Жергілікті халық саны шамамен 90 мыңды құрайды. Бұған дейін отбасымен бір рет шығып, тек дельфиндерді көргенбіз. Енді бұл жолғы мұхитқа шығуымыздың себебі Қазақстаннан анам мен тәтем келді. Немесе Почемкенский әпшем келді. Жанымда қолымнан түспейтін ханшайымым да бар. Қазір дельфиндердің үстіне мінем деп шықпаса болды. Содан не керек, билетімізді алдық, құны адам басына $28. Ал бисмилля деп ашық мұхитқа қарай жүзіп барамыз. Калифорния осындай әдемі жағалаулармен көздің жауын алады. Бұл жақта жыл 12 ай жаз десек те болады. Жарты сағаттан кейін көзімізге дельфиндер көріне бастады. Капитан мырза бірден соларға қарай бет алып, бір топ дельфиндердің отарына тап болдық. Қараңыздаршы, қандай жаратылыс, әдемі. Көзің тоймайды, қарай бергім келеді. Мынадай китті көре алмадық. Бұйырса, келесі жолы көрерміз. Сіздерге де өз көздеріңізбен көру бұйырсын.